Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы республикалық облыстық олимпиадалардың жүлдегері. Облыстық дарынды балаларға арналған қазақ-түрік мамандандырылған мектеп лицейінің 10 сынып оқушысы өте дарынды жігіт, сөз шебері Адам Петре. Студиямызға қош келдің. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Енді әріден бастамай өзіңнің туып өскен жерің, білім ордаң, отбасың туралы айтып өтсең. Мен 2001 жылы Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылында дүниеге келген болатын. Менің отбасым 7 адамнан тұрады. Ол атам, әжем, әкем және де анам. Анам сосын 2 қарындасым. Менің атамның ұлты неміс, әжемдікі қазақ, ал әкемдікі неміс, анамдікі татар. Мен 2013 жылы осы қазақ-түрік лицейіне түсу үшін қиын сынақ тапсырған болатынмын. Сол 2013 жылдан бері осы лицейде оқып келемін. Ал біздің білуімізше сенің ұлтың неміс, бірақ қазақшаға сода екенсің. Осы қазақ тілін үйренуге кім себепші болды? Бірден-бір себепші ол әрине менің отбасым. Біз отбасымызда қазақша сөйлесеміз көбінесе. Және де мен бастауыштан кейін қазақ тіліне деген құштарлығым пайда болды. Содан кейін мен осы лицейге түскеннен кейін қазақ тілінен әртүрлі олимпиадаларға қатысып жүлделі орындарға ие болдым. Ол мені шабыттандырды. Содан кейін мен өз алдыма бір мақсат қойдым. Республикалық олимпиадалардан орын алу деген секілді. Сол себепті мен қазір маңдай терімді төгіп, көп еңбектенудемін. Сен сонда қазір неше тіл білесің? Енді ағылшын тілін білесің, енді қазақ тілін білесің, орыс тілін білесің. Енді біздің білуімізше сен түрік тілінде меңгеріп жатсың, дұрыс па? Түрік тілін меңгеріп жатырмын, және де қосымша өзім немісше үйреніп жатырмын. Түрікше көрермендерге сәлем айтсам. Осы қайырлы таң, Орал, қайырлы таң көрермендер деп түрік немесе басқа тілінде айта аласың ба? Генайдың арқадашлар, Генайдың Орал. Ал болашақта сен кім болғың келеді, хоббиің қандай? Енді әрине бос уақытында немен айналысасың? Мен дейтін қазақ тілінің олимпиадаларына қатысам, бірақ мен алдағы уақытта инженер мамандығын таңдағым келеді. Әрбір адамға қарым-қатынас жасау үшін тіл керек. Сауатты жазу, сауатты сөйлеу әр адамға қажет деп ойлаймын. Сол себепті мен қазіргі кезде осы қазақ тілі олимпиадаларына көп қатысып жүрмін. Мен бос уақытта көбінесе кітап оқимын, кітап оқуға тырысамын. Сосын биге қатысамын, ән де айтамын. Ал енді біздің білуімізше сен осы республикалық облыстық олимпиаданың жүлдегері екенсің. Осы жайында көбірек айта кетсең. Мен дейтін ең алғашқы жетістігім ол осы Жарқын болашақ олимпиадасын 7 сыныпта қатысқан болатын. Жарқын болашақ олимпиадасына тілші әдебиетшілер бағытынан. Сол кезде мен облыстық олимпиададан бірінші орын иегеріп, республикалық кезеңге жолдама алған болатынмын. Содан кейін осы КТФ білім олимпиадасына 3 жыл қатар қатыстым. Ол дейтін осы бүкіл Қазақстандағы қазақ-түрік лицейлерінің арасындағы олимпиада деп айтуға болады. Мен 7 сыныпта сол олимпиададан 3-ші орын алдым, 8-ші сыныпта 2-ші орын, және 9-ші сыныпта тағы 2-ші орын алдым. Амна дипломдарың ше? Мен осы жылы Жарқын болашақ олимпиадасында жас ғалымдар бағытынан қатысып, 1-ші орын алған болатынмын. Сосын облыстық олимпиадада қазақ тілі, орыс мектебіндегі қазақ тілі олимпиадасынан тағы да 1-ші орын алдым. Осы 2 олимпиададан мен алдағы әзетке республикалық кезеңге жолдама алдым. Енді біздің білуімізше сен поэзияға жақын сияқтысың. Кімнің шығармаларын, кімнің өлеңдерін оқисың сен? Мен дейтін негізі осы біздің жерлесіміз Қадыр Мырзалидің өлеңдерін оқимын, және де Мұхтар Шахановтың өлеңдерін сүйіп оқимын. Маған ең ұнайтын жазушы ол Ілияс Есенберлин. Оның тарихи шығармаларын сүйіп оқимын мен. Мысалы, Алтын Орда, Көшпенділер деген секілді. Үлкен рахмет айтамыз. Тек осындай жүлделерің көбейе берсін, тек қана биіктен көріне бер.
Мен осы сәтті пайдалана отырып, мен өз қазақ тілі пәнінің жетекшім Мария Сүйбайқызына алғыс білдіргім келеді. Және де жаңа қаладағы өзімнің отбасыма сәлем жолдаймын. Ал құрметті көрермендер, біздер адамнан қонақ кәде сұраймыз. Ол Мұхтар Шахановтың отырар дастаны. Даңқың қайда? Төс көрлеген. 200 мың әскер менен 6 ай бойы кіп кішкентай отырарды ала алмау, 6 ай бойы отырардың сол тұсын таба алмау. Ой дауыл, сезім аспан, тек жеңіспен көзін ашқан. Менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор таңба, намысыма ұста түсті мына сенің арқаңда. Деп Шыңғысхан Шағатайға оқты көзін қадады. Осы өкініш менде өртеп барады. Отырардың бақытына орнаған болар. Бәлкім, алдырмай тұр зор қамал. Бірақ әке, жүргенім жоқ аянып. Қанша үмітім жер күшті, қанша іскерім жер күшті. Дала жатыр, қызыл қанға боялып. Егер бүкпей баяндасам шындықты, рухы өр, тәні бекем. Бұл бір қайсары халық екен, тірліктен де артық қойған бірлікті. Өте тамаша, керемет. ТДК 42 телеарнасының сүйікті көрермендері, өкінішке орай бізге берген уақыт өз мәресіне жетті. Тек естеріңізге сала кетейік, бүгін ақпан айының 8-ші жұлдызы, күн сәрсенбі. Қайырлы таң бағдарламасына берілген уақыт өз мәресіне жетті. Біз сіздермен келесі жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз. ТДК 42 телеарнасы әр үйде, әр шаңырақта қосылы болсын ардақты ағайындар.